Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз қазір Өзбекстан мемлекетінде Ташкент маңындағы бір алма бағында тұрмыз. Осы алма бақтағы бір қолданылатын ерекше бір препарат жайлы бөліскенге отыр сіздермен. Барлығымызға белгілі, жазғы күн ыстықтарында жалпы жеміс ағаш, жалпы өсімдіктер күннің ыстығынан қатты күйзеліске ұшырайды. Және осы күн ыстығынан қорғайтын бір тәсілдің бірі, төбесі мынандай ау тарту. Бұл да кішкене күннің сәулесін азайтады, түсуін. Өйткені күннің сәулесі түсуі, өйткені ағашқа күйзеліс беруден бөлек түйнектерге де формасын өзгертуге, құрылысын өзгертуге және дәміне де әсер етіп кетеді, кері әсер етеді. Сол үшін де тағы да қолданылатын бір өнім, бұл куалин деп аталынады. Бұл балшықтың негізінде, міне жапырақтарын көрсеңіздер, бұл куалин шашылған, гектарына 40 килограммнан. Бұл жапырақтары ультрафиолет сәулені аз өткізіп, өсімдікті жалпы күйзелістен және де физиологиялық кемшіліктерге, ауруларға ұшырамауын алдын алады. Бұны маусымына 3 рет қолданып жатады. Гектарына 40-45 килограммнан. Бұны суға араластырып, осындай шашады жапырақтан. Нәтижесі мынандай, жапырақтар жасыл, ешқандай күйзеліске ұшырамаған, күймеген. Осындай бір мәліметтер, ақпараттар.